Ассалаумағалейкум. Мен Жасұлан Сыздық және инвестиция әлеміне қош келдіңіз. Өкінішке орай біздің Қазақстанда бір ғана пайыз халық инвестициямен айналысады екен. Оны салыстырмалы түрде алатын болсақ, ақш мемлекетінде 52-53%, ал Жапон мемлекетінде 39 пайыз. Бұл деген ненің көрсеткіші? Қаржылық сауаттылықтың, әрине. Қаржылық сауаттылықтың көрсеткіші біздің қазақ елінде қандай дәрежеде екенін көріп тұрсыздар. Сондықтан да оған да біз ешқандай ренішіміз жоқ. Өйткені бізге мектеп жасында қаржылық сауаттылықты үйретпейді ешкім. Және оны үлкейген кезде ғана біз соны біле бастаймыз, іздей бастаймыз, соны оқи бастаймыз. Сонымен мен де қазір 1,5 жылдың көлемінде инвестициямен айналысып жатырмын. Оған дейін кәсіпкер болдым, мемлекеттік қызметкер болдым, студент болдым дегендей. Сонымен 1,5 жылдың ішінде мен қаншама кітап, қаншама курстар, қаншама тренингтер өттім. Және оның бәрі орыс тілінде, өкінішке орай. Қазақ тілінде ақпараттар өте аз. Сондықтан да осындай ауқымды үлкен инвестиция жайлы курс жазуға бел будым. Бұл курстың ішінде мен басынан бастап аяғына дейін қандай түсінікті тілде айтатын боламын бәрін, және керекті құралдарын беретін боламын, және соңынан әрекет жасаймыз. Әрекет соңынан нәтиже шығару керек. Сонымен кеттік. Бұл бірінші сабақ. Қолыңызға қалам алыңыз, дәптер алыңыз, себебі өткір ойдан өтпейтін қалам артық дейді. Сондықтан жазып отырған кезде сіз жаңағы менталдық жүйеде бәрін сақтап, еске сақтап отырасыз, және кейін жазғаннан кейін қайталағанға да ол ыңғайлы. Сонымен инвестиция деген не? Бос қаражатты белгілі бір кіріс көзіне салу арқылы табысыңызды көбейту. Оның екі түрі бар: материалдық емес. Материалдық ол жылжымайтын мүліктер, бағалы қағаздар, антиквариаттар және тағы да басқа. Ал материалдық еместерге ол әрине білім жатады, зерттеулер жатады, жарнамалар, тағы да басқалар. Сонымен қазіргі таңда екі түрлі бағалы қағаз айналымда, ол акция, облигация. Акция ол сатып алу арқылы сіз компанияның бір бөлігін сатып аласыз, яғни бір капиталының бөлігін сатып аласыз. Ал облигацияда сіз компанияға немесе мемлекетке қарыз беру арқылы белгілі бір қойылған мерзімнің ішінде үстемемен ақшаңызды қайтарасыз. Және бұның облигация тәуекелге келетін болсақ, облигация тәуекелі өте аз, әрине сонымен қатар пайдасы да өте аз. Ал акция түріне келетін болсақ, тәуекелі жоғарылау, пайдасы да көп. Сондықтан да болар көптеген инвесторлар, барлық инвесторлар десем де болады, 60-70% өзінің қаражатын акцияларға салады. Сонымен бағалы қағаздар компанияға не үшін қажет? Ең бірінші, жаңағы мысалға келтіретін болсақ, компанияда белгілі бір стратегиялық мықты жоспары бар, өсуге, дамуға дегені, және бірақ компанияда қаражат аз немесе жоқ. Оны қалай тартады? Оның 3 түрі бар. Банктан кепілге несие алады. Банктың несиесі 14-17% аралығында, ол өте жоғары. Сонымен тікелей инвестиция тарту олайда болады, бірақ ол жерде сіз идеясы бар адамдар, мысалы, идеясы жоқ адамдарды, бірақ ақшасы көп адамдарды өзіңізге компанияға құрылтайшы ретінде аласыз, немесе 50% акцияңызды бөліп бересіз. Үшінші вариант, ол бағалы қағаздарды көп мөлшерде шығару арқылы, биржада сауда-саттық арқылы сіз өзіңіздің керекті қаражатыңызды шығарып аласыз. Мысалы, сіз 100% акция шығардыңыз, оның 60% сізде, яғни сіз өзіңіз барлығын компанияны өзіңіз управлять етесіз, басқарасыз. Ал 40% акциясын майдалап
бірнеше бөліктерге бөліп, оны биржаға шығарып сатасыз. Сонымен, ал инвесторларға оның не пайдасы бар? Мысалы, біз акция сатып алып, оларға не пайда бар? Қаражатты әрине банк депозиттерінде салып, жылына 4-7% үстеме алғанша, мысалы, бағалы қағаздар сатып алып, кепілді 10% үстеме алған дұрыс. Немесе ол 10%-бен ғана шектеліп қалмайды. Мысалы, сіз сатып алған акцияңыз ертең күрт өзгеріп, бағасы өсіп кетсе, әрине сіз бір жыл емес, бір айдың көлемінде 100-деген, 200-деген, 300-деген пайызға салған инвестицияңызды қайтарып аласыз. Сондай жақсы жақтары бар, сондықтан да көбісі инвестицияны таңдайды. Негізі инвестиция не үшін керек? Көбінесе зейнетке шыққан кісілер қаржылық еркіндікті жаңағы еркіндікке шығу үшін керек. Мысалы, нарық заманында мынадай өсіп жатқан инфляцияда жақсы зейнетақы алу екіталай. Мысалы, Қазақстанның өзінде жылына 10-15% инфляцияның несі жоғарылап отырады, көлемі. Ал мысалы, ақш мемлекетінде бұрыннан олар нарық заманында, ақш мемлекеті соны 40-шы жылдардан бастап инвестицияға бет бұрды. Ал 70-ші жылдардан бастап инвестициямен жаппай айналыса бастады. Себебі ол анық. Нарық заманында болашақты қамтамасыз ету стратегиясын жоспарлау қажет. Қазірден бастап болашағыңызды ойлайсыз. Мысалы, ақш-тың зейнеткерлері $1000-$1500 алады орташа есеппен, ал бізде Қазақстанда $100-150 шығар деп ойлаймын. Одан көптері бар, бірақ орташа санмен алғанда $100-150 алады. Ал ақш-тағы зейнеткерлер әрі инвесторлар, олар таза инвестицияның өзінен ғана ай сайын $3000-4000 кіріс табыс табады. Және осылай қол ұстасып мына әлемді аралап бақытты ғұмыр кешуде. Инвестицияда тәуекел бар ма? Әрине бар. Тәуекел жоқ пайда көзі болмайды. Тіпті жалдамалы жұмыста да тәуекел бар. Сіз мысалы қазір отырып 5 минуттан кейін жұмыстан шығып кетуіңіз мүмкін. Және ол инвестиция саласында қандай тәуекел? Мысалы, компания белгілі бір факторларға байланысты кішірейген кезде, мысалы, 20-шы жылды өздеріңіз көріңіздер, ол кезде көптеген компаниялар кішірейді. Мысалы, 100-деген филиал болса, оны 50-ге қысқартты, 100-ге қысқартты деген сияқты. Сонымен тауардың сапасы төмендеген кезде, мысалы, сіз сатып алған акцияның эмитенті тауардың сапасы күрт құлап кетті. Немесе бәсекелесі одан да мықты бір тауар шығар. Сол кезде төмендей бастайды. Шығынға ұшырайды немесе шығынға ұшырау арқылы, мысалы, 20-шы жылы көптеген компаниялар жабылып қалды. Солай жабылып қалуы мүмкін. Сонымен мынау график, бұл графикта табыс және тәуекел. Биржадағы активтер үстемесі және тәуекелге байланысты бөлінеді. Мысалы, тәуекелге байланысты ең тәуекелі аз ол депозит, әрине ол жерде табыс та төмен. Табыс пен тәуекел әрқашанда кез келген сферада табыс пен тәуекел бірдей өседі. Сондықтан да мына облигациялар екінші орында, облигациялар, сосын барып облигациялық қорлар, сосын акциялар қорлары, сосын акциялар және соңында деривативтер. Деривативтерге енді 5-10 жыл, менің ойымша 5-10 жыл бір опыт керек сияқты онымен айналысуға. Оны мен сіздерге кейін түсіндіріп айта кетемін. Сонымен, биржа дегеніміз бұл кәдімгі көк базар. Олай түсінікті тілмен сіздерге түсіндіруге тырысып жатырмын. Сондықтан да бәріне күле қарасаңыздар болады, және түсінікті өздеріңізге сіңіріп алсаңыздар болады.
Бұл кәдімгі көк базар, бұл жақтағы көкөністер мен азық-түліктер олар бағалы қағаздар. Ал брокерлар сол көк базардағы сатушылар. Сонымен инвестициядағы инвестицияларға тек қана бос қаражат салу керек. Қарызға немесе несие алып инвестиция жасауға болмайды, тыйым салынады. Себебі сіз қарызға алған, ол ертең сіз қарызды қайтару керексіз, немесе үстемесімен қайтарып бересіз. Ал несие алсаңыз, әрине оның үстемесі жаңа мен айтқандай, жоғарыда атап өткендей 14-17%-ға шақ. Және оны сіз ай сайын төлеп отырасыз. Ал инвестиция ол ұзақ мерзімді. Ұзақ мерзімді, мысалы, қазір салдыңыз, сіз оны акцияңыздың бар екенін 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға ұмытып кетуіңіз керек. Сонда барып сіз кәдімгі табыс көзін көре аласыз. Инвестицияға қандай қаражаттарды саламыз, қаражатты қайдан аламыз, мысалы? Негізі бұны жазбай қоюға да болады, бірақ мен мысал келтіре кетейін дедім да. Қатты керек адам негізі жолын табады барлық нәрсеге. Мысалы, сіз жалдамалы офис қызметкерісіз. Анда-санда сыйлық, жаңағы премия аласыз. Вот премияңыз, пожалуйста, соны барып салыңыз. Кейде белгілі бір керекті жаңағы шопинг жасайсыз ғой. Шопинг кезінде, мысалы, үйден шыққанда сіз 100 мың қалтаңызға алып шығасыз. Соңынан 100 мыңыңызды жобаңыз төменірек болып, мысалы, 70 мыңға сатсаңыз, 30 мың қалады. 70 мыңға сатып алсаңыз, 30 мыңыңыз қалтаңызда қалады. Осы 30 мыңды сіз үнемдеу арқылы инвестицияға саласыз. Аяқ астынан келіп қалатын, жаңағы туған күніңіз болып қалған кезде сондай қаржылай сыйақылар келіп жатады. Сыйлар келіп жатады. Соларды салсаңыз болады. В общем, көзін табуға болады. Сонымен тренд дегеніміз, тренд деген ол мынау көрініп тұрған шығар. Тренд дегеніміз мынау. Өсіп жатыр тренд. Ол сіздің жанашырыңыз деп айтуға болады. Себебі бүгін алған бағалы қағаздарыңыз ол тек қана өсім береді. Бірнеше жылдан кейін тек қана өсім. Ол талай рет құлауы мүмкін, талай рет көтерілуі мүмкін, бірақ осы сызық бойымен, осы тренд бойымен алған кезде сіз ұстасыз. Бірақ сол өсімді инфляция жеп қоймас үшін сіздерге тағы да айтар кетерім, валютада салыңыз. Басқа, мысалы, ақш валютасында, еврода салыңыз. Және олар ешқандай да инфляцияға мойынсұнбайды, инфляцияны онша қажет етпейді. Сондықтан да сіз тек қана өсіммен табыс табасыз. Мысалы, бір келтіретін мысал, Қазақстанда еңбек ақының өсуі 2013 жылға қарағанда қазір біз әлдеқайда аз табыс аламыз. Мысалы, 2013 жылы 77 мың теңге біз $527 болса, инфляцияның арқасында 2019 жылы 185 мың, 77 мыңнан қанша есеге, бір есе көп. 185 мың 487 теңге, $485 төмендеп кетті. Қазір бізде орташа жалақы 100 мың ба? Солай айтуға болады. Примерно 100 мың. Енді өзіңіз санап көріңіз, қанша доллар алып жатсыз. Әрқашанда доллармен ойлаңыз, доллармен ақша табыңыз, соған тырысыңыз. Сол кезде барып, сіз ешқандай да инфляцияға шалдықпайсыз. Сонымен, депозитарийлер, барлық сатып алынған бағалы қағаздар биржалық депозитарияда сақталады. Мысалы, сіз ойлайтын шығарсыз, қазір мен брокерден бағалы қағаз сатып алдым, және ертең брокер жауып қалса, менің бағалы қағаздарым күйіп кетті деп. Жоқ, ондай емес. Әрине, сіз лицензиясы бар, салмақты брокерлардан алатын болсаңыз, онда ешқашан болмайды. Сізді ешқашан ешкім алдамайды. Өйткені сіз алған кезден бастап, ол жақта жаңағы приказ болады, сол приказ арқылы жаңағы брокеріңіз сізге бағалы қағаздарды биржадан сатып алады,
және оны қазір бұрын енді депозитарий деген бұрын банктің ячейкаларын білесіз ғой, сол сияқты болып тұратын бұрынғы заманда. Қазір бәрі серверда, үлкен әлемдік серверлар бар. Сол жерде ішінде сақталады. Қашан сатып алдыңыз, қандай бағамен сатып алдыңыз, біздің брокеріңіз кім болды, және неше түрлі ақпараттар. Бастысы сізге дәлелдеп беретін ақпараттар осында депозитарийларда сақталады. Сондықтан сіз кез келген кезде өзіңіздің брокеріңіз ұнамай жатса, басқа брокерға ауысып кетуге болады. Өзіңіздің бағалы қағаздарыңыздың бәрін алып, басқа өзіңізге ұнаған брокерлік компанияға аударасыз. Немесе жабылып қалса брокерлік компанияңыз, ештен кетпейді, аласыз да басқа істеп тұрған брокерлік компанияға қағаздарыңызды аудара саласыз. Болды, бұл жерде ешқандай қорқыныш жоқ. Байлыққа жетудің 3 кеңесі дейді да. Бұл жерде енді ақша табу негізі шынымен барлығының қолынан келеді. Ақша жинау тағы да барлық. Енді көп адамның қолынан келмейді, көбісі жаратып жібереді, ақшасын айлықтан айлыққа өмір сүретін адамдар көп. Жинап үлгермейді. Ал үшінші ол инвестиция. Инвестиция негізі барлығының қолынан шынымен келмейді. Жаңа мен ең бірінші басында айта кеткендей, Қазақстанда 1% халық инвестиция жасайды. Бұл өте төмен. Әрине, себебін мына жерге жазып қойдым. Ешкім бізді мектепте андай ешқандай қаржылық сауаттылыққа үйретпейді. Сондықтан да кішкентай кезден бастап балаңызды қаржылық сауаттылыққа тәрбиелеңіз, үйретіңіз. Кітаптар сыйлаңыз. iPhone емес, кітаптар сыйлаңыз. Соны оқысын. Содан кейін сауаты ашылады. Сонымен мынау Роберт Кийосакидің квадрант денежного потока деген жерден алынған сурет. Бұл жерде барлық жолды мен өз басым өттім деп ойлаймын. Жалдамалы жұмыста жұмыс істедім, кішігірім кәсіптер аштым, оны автоматтандырдым. Қазір енді инвестицияға бет бұрып отырмын, 1,5 жылдай болды. Бұның бәріне өтуге кез келген уақытта өзіңіздің талабыңыз болса, өзіңіздің әрекет жасасаңыз, соған инвестор атана аласыз. Мысалы, кішігірім кәсіп жасап жасаңыз, оны автоматтандырып, немесе ұлғайтып, содан пайда табуға болады. Бұның бәрін мен қазір қайталамай қояйын, айтып, айлық деп, мысалы, жұмыстан шығып кету деген сияқты. Бұның бәрін өздеріңіз кейін оқып, бәрін өзіңіз бір түйін жасайсыз. Бұны жайдан жай мен бұл жерге қойған жоқпын, бұл слайдқа. Бұны оқу керек, және содан бір нәтиже шығару керек. Сонымен қош келдіңіз. Қош көрдік. Ендігі сабаққа дейін